Денсаулық саны 6. Сіз кімсіз? Сіз жауапты, тәртіпті және қамқор адамсыз. Сонымен қатар сізде керемет түйсік қалыптасқан. Сізді оқиғалардың көрушісі деп атауға болады. Негізгі эмоционалды мәселе өзіңіздің ғана дұрыс санайсыз және кемелдімін деп есептейсіз. Мәселе қай жерде пайда болуы мүмкін? Сіз салмақ проблемаларын сезінуіңіз мүмкін. Өйткені әлемнің ауырлығын сезінесіз. Осылайша физикалық тұрғыдан да артық салмақ жинауыңыз ғажап емес. Дегенмен дене бітіміңізді ретке келтіру сіз үшін мәселе емес. Сондай-ақ кеуде аурулары мазалауы мүмкін. Ұсыныстар мен ескертулер. Сіз өзгелер үшін жауапты емессіз, тек өз мақсаттарыңыз бен ісіңізге ғана жауаптысыз. Уайымшылсыз. Артық тамақтанудың себебі де сол уайымнан. Кәмпиттер мен сүт өнімдерін шектеу керек. Пайда болған мәселеге қадалып қалмаңыз және өзіңізге не қажет соны анықтап, соған сәйкес әрекет жасаңыз. Достар, бұдан басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркелуді ұмытпаңыздар.